кеттік. Аягөз қаласында қол өнерімен айналысатын шеберлер аз емес. Сондай таланттардың бірі біздің бүгінгі қонағымыз Әбдікәрім Омаров. Бұл кісінің қол өнер бұйымдарымен бүкіл қала тамсануда. Ал дәстүрлі домбыралары ең көп лебізге ие. Бұл кезде мынандай шаппашот деген үлкендерден естулеріңіз бар шығар, мындай құралы шаппашот деген. Осындай менен шауып бұрын жасаған. Солар домбыраларында бекболаттар, Бертінгеле қаншама оркестрларда да ұстап жүр. Арнайы алады. Мұндағы мақсат тек қана мына домбыраның қасиетін жоғалтпау. Дәл қазіргі біздің осы кездегі біздің негізгі мақсатымыз.